өзі сәті кеп қалды өзі. Негізі Чымкент, Тараздың енді жігіттерін байдалайтын қыздар бар ше. Көп сөйлейді деген сияқты. Бірақ деймін да, Чымкент, Тараздың жігіттері. Міне, результат көрініп тұр ма? 13. Чымкент, Тараз 08. Солай қыздар. Яғни жігіттің қай жақтаны маңызды ма сіздер үшін, соны шешіп алыңыздар өз бастарыңызда. Одан кейін ана жатталып қалған баяғыда біреу бастаған бір теманы айта берудің қажеті жоқ. Көріп отырсыздар ғой, жігіт сөзбен емес іспен көп сөйлесек те, қалай сөйлесек те іспен дәлелдейтін жігіттердің бірі Чымкент, Тараз. Енді Алматы, ешқандай басқа қалаларға еш нәрсем жоқ. Просто именно бізге айтылатын темалар Чымкент, Тараздың жігіттері. Енді көріп отырсыздар ғой, енді міне. Көріп тұрсыздар ма? Әдемі. Досым келді, досым. Мен бір тяжелый жатқандай келдің ғой. Беті бері қарап қалды ма? Әдемі болып қалды ғой. Системадан кейін сразу өзгересің ғой. Кешегі енді, Алла разы болсын кешегі. Қайырлы кеш болсын. Эфирден шығып, Ақырық екеуміз тамақ ішуге келдік. Жаңа эфирде бізге осындай сыйлық келді, қолдаушы апаларынан дейді. Мынандай білезік. Ой, мына жерде жүрек көрсетіп тұр. Қана ағы сенікі болу керек. Алшы. Ағы сенікі. А деген жазу бар, менде Н деген жазу бар. Кел тарайық. Жақында чыққан. Так вот, жүрек. Міне, жүрек. Қалай күшті ма? Магнит сияқты бір-біріне тартылыңдар деп жатыр да. Алдық, рахмет қолдаушы апаларға, барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңызды жақсы көреміз, қолдауларыңызға рахмет. Ал достар, баршаларыңызға қайырлы кеш. Эфирден шығып, тренировкаға деген мүлдем зауқым соқпай, желание болмай, сонда да қинап тұрып тренировкаға келдім. Сол үшін сториске салған жоқпын. Келдім, бір 15 минуттан кейін, бір денем қызғаннан кейін нормальный болып тренировкаға деген желанием ашылды. Сөйтіп, 1,5 сағатта тренировка жасап, аяқпен қолды әбден жаттықтырып, ударға, аяқ тебуге,ошын байтқанда муайтай болды бүгін. Сөйтіп, тренировкадан шықтым қазір. Душқа түсіп, реттеліп, қазір тамақтануға бару керек. Солай.